Қысқасы айтқанда, GTA Майнкрафтта. Бүгін жексенбі. Бүгін мен мерсазы жетіп выживание ойнайын деп шештім. Мен ағаш сындыруға кеттім. Ағашты сындырғаннан кейін артқа қарағанда ол жақта адам тұрды. Сосын ол чатқа ссылка жіберді. Мен ссылкаға басып бір жақта шығып кеттім. Мен бір үйде шықтым. Сосын бұл жаққа біреу кіріп мені өлтіргісі келді. Сосын ол мені танып қойды. Ол мені CJ деп атады. Оның нигінде смок деп жазылып тұрды. Сосын мен далаға шыққанда далада екі адам тұрды. Олардың аты Райдер мен Свит. Олар да мені көргеніне қуанышты болды. Сосын Свит бір бандалар жайлы айтып отырды. Сосын Балласты өлтіру керек екенін айтты. Біз машинаға отырдық. Біз бір жерге кетіп қалдық. Машина бір адамдардың қасында тоқтап қалды. Сосын Райдер оларға атып бастады. Сосын біз кетіп қалдық. Сосын біз Гроув-стритке оралдық. Мен сохраниться ету үшін үйге кірдім. Сосын далаға қайтқанда Балластар Свитті алып кетті. Мен машинаға отырып Балластардың артынан жүрдім. Сосын мен Балластардың базасын таптым. Мен олардың базасына кірдім. Ол жақта көп есіктер тұрды. Мен есіктерге кіруге қатты қорықтым. Бір есікке кірсем, ол жақтарда Балластар тұрса, олар мені өлтіріп тастайды. Мен тезірек любой есікке кірдім. Мен сол есікке кіргенде ол жақта Свит болды. Сосын мен оны босаттым. Сол кезде бөлмеге Балластар кіріп кетті. Свит қашып кетті. Сосын олар мені өлтіріп тастады.